Сәлем достар, бүгін бізде CSS-тен 5-ші сабақ. Біз жалпы алдыңғы сабақта тағы бір селекторлар түрін үйрендік. Енді бүгін біздер бір элементке жаңағы не қойып үйренеміз. Сыртына не дейтін еді жаңағы. Таблица ма соң зат қойып үйренеміз. Кесте. Енді оны қою үшін біздер бір заттарды аламыз, мысалы параграф дегеннің ішіне lorem ipsum жазамыз, одан кейін қараймыз. Мынадай зат шықты. Енді осыны біздер сыртына жаңағыдай таблица қоюымыз керек. Оны қою үшін біздер параграфты бірінші ашамыз. Және border бір пиксель solid дейміз. Бір пиксель деген ол бордердің үлкендігі, solid деген ол мәні. Жаңағы қандай түр екен. Бізде осындай таблица шықты, сыртында мынандай төрт бұрышты. Енді бізде мынадай заттар бар, тағы да border style dashed dotted double grow hidden мынандай initial inset non деген бар, outset right ridge solid деген бар. Біз қазір solidті қолданып отырмыз. Dashedті қолдансақ қазір алып тастасақ, сосын бізде мынандай сызық болып кетеді. Dashed бар, одан кейін мына жерде. Так, қазір dotted деген бар. Одан кейін double grow hidden жап осылар. Екі сызық. Енді мұны solidте тұра берсін. Сосын тағы да border style қолдандық болды. Енді бізде тағы да не бар? Border radius деген бар, оны қазір көрсетемін сіздерге. Бірінші енді мынау border styleға жатады. Енді бұны қысқартып жазуға болады. Border бір pix, одан кейін жаңағы несі solid, одан кейін түсі так fff 000 не осылай өзгертеміз. Жалпы былай да өзгертуіміз керек. Border color деп осылай жалпы түсін жазуымызға болады. Әрқайсысын бөлек-бөлек. Мынау бірақ қысқартылған түрі. Бірінші размер тұрады, екінші solid, сосын жаңа типі, одан кейін жаңа түсі. Бір пиксель орнына 10 пиксель дейміз. Үлкейе береді. Енді бұны тек қана параграф дегенде қою деген жоқ. Бұны қалаған элементтерге қоюға болады. Мына жерге так бір image сурет қойсақ, image crk бір png. Енді менде бір сурет бар сияқты еді осының ішінде. Бір png деген сурет бар екен. Қараймыз. Мына жерден бір сурет шықты. Енді бұған жазамыз. Image border бір pix solid болады. Одан кейін yellow болады. Осылай. Сыртында бір не шықты. Қоршау дейміз ба, дейміз. Сондай біраз шықты. Үлкен рамка шықты. Енді бұған бүйтеміз. Бұны былай радиус қоюымызға болады. Былайына бұрышын бұрып, оны жазу үшін былай жазамыз. Бірінші параграфқа істеп көрейік, оны border так top left жоғарғы жағын сол жағынан бастайық. Border top left radius дейміз. 15 пиксель. Мына жағы бұрылды, көрдіңіздер ғой.
қазір мен сіздерге бұны жалпы не қылып көрсетіп отырмын, жаңағы бір-бірлеп. Бұны жалпы мынау сияқты қысқартып жазуымызға да болады. Оны қазір көрсетем. Border, right, radius. Бұл да 15 болсын. 30 пиксель қылайықшы барлығында. Tudum кішкентай болып тұр. Сосын border, bottom, left radius. Мына топ деген жоғарғы жақ, bottom деген астың жақ. Left астың сол жағы, бұл да 30 пиксель болсын. Border, bottom, right radius, бұл да 30 пиксель болсын. Қараймыз енді. Міне, бұл жаймен дөңгелектене түсті, шеттері. Бұны мынағанда қойымызға болады. Қазір түсінікті болу үшін 5 пиксель қайық. Міне сырты былай не істеді. Енді мынағанда радиус қойымызға болады. Және де мен бұны қысқартып көрсетейін. Бұл міне ұзақ қылып жазу өте қиын. Бұл жалпы бұның арқасымен не істеуге болады жаңағы. Әр қайсына өзінің размерін қойымызға болады. Ал тағы да бір түрі бар. Ол да бірден бәрін жазып отпайсыз, тек бір рет жазасыз. Border, радиус 30 пиксель дейміз. Еш сәт өзгермейді, қазір көресіздер. Бұл border радиус деген төрт жағында өзгертеді. 10 пиксельдік. Аздап қана. Сол сияқты басқа да элементтер қойылады. Суретте қоюға болады, мысалы. Border, радиус 15 пиксель. Кішкене қысқарды. Мынаны 3 пиксель қылайық, сосын қарайық. Не? 45 пиксель қылайықшы. Кішірейіп қалады. Жалпы бұл суретте кішірейе береді, мына текстте сыртына шығып кететін. Ал мына суретті кішірейіп тастайды бұл. Радиус 100-ге дейін барсайсындай болды. Міне осындай жалпы радиус осылай қолданады. Енді бір кнопка жасап көрейік астына. Алдында өткен заттардың бәрін қолданып. Бірінші button құраймыз. Button. Ішіне жазамыз button деп. Енді бізде не болған көрейік. Button шығып тұр. Арасына BR. Енді жазамыз мына жерге тек button. Дейміз color. Green. Қазір өзгертеміз. Сосын айтқандай мен сіздерге бордердің жалпы маған қараңыздар. Мынаның сыртында бір не бар? Мен көріп тұрған жастар. Жаңағыдай не бар? Жаңағы жетпейтін еді. Рамка бар, оны алып тастауға болады. Текстін жасыл қылдық. Бэкграундын қазір өзгертеміз. Жаңағы сыртындағы рамкасын алып тастау үшін border none дейміз. Кетті рамкасы. Жалпы рамка қазір көрінбей тұр. Оны көрсету үшін border none алып тастаймын. Енді қараңыз, сыртында кішкентай рамка тұр. Көріп тұрсыздар ғой. Border none қоямыз. Рамка жоғалып кетеді. Болды. Енді мына суретті алып тастай берсек болады. Лишний болып тұр. Енді мынаны сақтамай кетіп болды. Так, енді мынаны түсін өзгертейік қазір. Мынандай түс болсын. Және мынау ақ болсын. Осындай аздап ұзындығын ұзатайық. 60 пиксель height.
Так, 30 пиксель қылайық бұны. Алпыс пиксель жарамайды екен, 90 пиксель. Болды, не. Бұғанда жаңағыдай радиус қойымызға болады. Бірінші бұған жаңағы hover қосып жіберейік. Hover background жасыл қыламыз. Тағы да button active background дейміз. Background тек сары қылайық бұны. Қараймыз, үстіне апарған кезде жасыл, үстіне басқан кезде сары болды. Енді бұған радиус қосайық қазір. Бұны да жаңағыдай қылып өзгертуімізге болады. Мысалы border bottom left радиус 12 пиксель. Тек қана мына жағы ғана өзгереді. 12 емес, 22 дейік. Осындайды әдемі кнопкалар жасауға болады. Border bottom емес, топ қылайық. Топ ұсыннан right қылайық. Мынадай әдемі кнопка шықты міне. Енді достар, видеом соңына жетті. Егер видеоны ұнаған болса лайк басамыз, каналға жолдамыз. Сау болыңыздар.